Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте қарапайым рецепт цицибили жасайтын боламыз. Өте жасалу жолы оңай, қыста қалмай желініп кететін, расходқа да шықпайды, өте дәмді болып шығады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, қазақша осындай каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Ең алдымен қазанымызды қыздырып, оның үстіне сұйық майымызды құйып, ұсақтап туралған пиязымызды осылай төрт бұрыштап ұсақтап туралған пиязымызды жақсылап қуырып алатын боламыз. Қызарғаннан кейін болгар бұрышын саламыз. Тәтті бұрыш дейді ғой. Бұл да ет тартқыштан тартылған, майдалап ұсақтап, оны да жақсылап араластырып қуырып аламыз. Қызарғанын күтеміз. Қызарғаннан кейін сәбізімізді саламыз. Сәбіз неден өткізілген, сиропкадан өткізілген. Енді ұсақтап турайым десеңіздер, енді ол өз қалауларыңыз сироптан өткізіп, біз осылай салдық. Өте дәмді болып шықты. Бұлай да жасап көрсеңіздер болады. Жақсылап араластырып, жақсылап қуырып аламыз. Өте дәмді болып шығады. Қыздар, жасап көріңіздер. Енді оны жақсылап араластырып қуырылғаннан кейін ет тартқыштан тартылған қызанағымызды саламыз. Осылай барлығын салып болғаннан кейін жақсылап араластырып 20 минут қайнатамыз. 20 минут қайнап болғаннан кейін өздеріңіздің қалауларыңызша дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар болады. Қара бұрыш, тұз салдым, қара бұрыш салдым, ұсақтап туралған укропты салдым. Жақсылап барлығын, чеснокты массировкадан өткізіп салдым. Ол видеолардың бәрі түспей қалыпты. Сөйтіп осыны жақсылап 20 минут қайнатып болған кейін бәрін банкіге құйып жауып алдық. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Осылай банкілеріміздің бәрін жауып алдым. Осылай закрывашкаменен осылай тексерген кезде өздеріңіз көріп тұрғандай қолдарыңыз кебу болса, онда банкілеріміз жақсылап жабылды деген сөз. Осылай барлығын жауып болғаннан кейін бетін жауып бір түнге қалдырдым. Бір түннен кейін алып оңғыратып қойсаңыздар болады. Жылыдай орап қойыңыздар бір түнге. Өте дәмді болып шықты. Назарларыңызға көп рахмет. Қош сау болыңыздар.